А? Кімсің деймін, сені танымай тұрмын ғой, бұрын соңды көрмегенмін. Мен қалай танымайсыз? Сіз оқып жүргенде 8 жыл болды ғой. Бір 2 жылда бітіріп кетіп қалсам екен, сол ғой. Ят, университетке кірсін, бәрі саламатсыз бағай дейді маған. Туысқандардың бәрі ұрысып жатыр. Не деген оқу сен, бітпейтін оқу деп. Мен өтірік алдым, магистр оқып жатырмын, мен доктор оқып жатырмын ары қарай. Жоқ, мен сені бірінші рет көріп тұрмын. Кімсің сен? Ей, Омар. Қай Омар? Ай, баяғы ана Бауыржан ағам түсірді ғой әнші сізге. Бір оқуларыңа түсу оңай екен деп бітіру қиын екен оқуларыңыз. Жоқ, қай Бауыржанды айтып тұрсың сен? Гармон. Звондап түсіріп еді ғой сізге айтып бір ауыз. Мен сол жігіттің өзін вообще көрмеппін ше түрін. Концертке баруға да уақыт жоқ қой бізде. Сол бір какой-то бес қойшы, қоя салшы, бұл кетейін. Какой-то бес деме, бестің өзін еңбекпен алады адам. Фамилиям кім дедің? Омаров. Міне тұр ғой, Амаров. Амаров емес, Омаров. Жазылғанда Омаров болады, айтылғанда Амаров болады ғой, сондай көз. Сонда біздің ауылдан Советқан жазылғанда Советқан болып жазыла ма? Айта бердіге сізді. Сен бағалайын деп келіп тұрған адамсың ба? Қойып беріңізші, неше күн болды соңыңызда салпақтап жүргеніме. Сен неше күн болған, сен неше жыл бойы сабаққа қатыспағасың ғой? Неше күн болды деп қой? Қатыспағасың ғой, қайтып қоямын саған, а? Қатыстық қой. Білеміз уже. Күнде келіп кетіп жүріп, бүкіл жаттап алдық, қайтып өмір сүру. Уже мына оқуды бітірмей жүріп, тамады болып кеттік қой жүрсіз. Сен тұра тұр. Сен менің өзі қай пәннен беретінді білесің ба? Білем. Қай пәннен білем ба? Білем ғой. Берем ба? Қай пәннен? Білем ғой. Не қасың? Білесің ба менің тарихтан беретінді? Білем тарихтан беретініңізді. Менен естіп алып білем деп қояды. Енді сол тарихтан ғана ғой, бәзір баға жоқ. Басқалар бер. Вообще мен лекцияларыма қатыспен? Қатысқам. Қатыссаң вообще белгіленбеген ғой бұл жерде. Амандасайын десем, бизнестеріне келесі, сосын амандаспай отыра берем ғой, демеймін. Так, былай қыл онда. Сен менің лекцияларымнан өзіңе бір ұнаған біреуін айтып берші маған. Мен саған қояйын бесті. Сен үшін емес, Бауыржан үшін қояйын деді. Ұнаған дейсіз ба? Біреуін, ұнаған біреуін айта сал, болды. Бірден қойып берем. Ешқайсысы ұнамаған ғой, қайсы. Немене? Со, есімде қалмай тұрғанда оны. Қай жылғысын айтайын, қай лекцияңыз айтайын? Жоқ, любой бір айтса бір. 2000-3000 лекцияңды тыңдадық қой 8 жылдан бері, қайсы есте қалады ғой. Біздің жаңа, уақыт созбай қояр. Мен бір анекдот айтып берейін, е? Немене? Анекдот. Анекдот? Иә. Ұнаса 5 қойыңыз, ұнамаса 2 қоясаңыз. Ақыр уақыт тамайық деп атқаным ғой, тесіз. Ұнамаса 2 қоясыла, мен? Иә. Давай онда, жібер ал. Анекдот айт. Ал, тыңдай, қал. Баяғыда бір шал болған ғой. Тоқта. Ау. Қандай шал ол? Мен тарихшымын. Мен фактімен сөйлегенін жақсы көремін. Анық қанығын кәдімгідей айтып, қандай шал, аты жөні кім, нешеде. Айтсайшы өндеп. Сізге өміріңізде ешкім анекдот айтып көрмеген ба? Қандай шал екен, мен қайда білемін? Әрбір нәрсенің басы бар, аяғы бар. Оның ішіндегі кейіпкерлердің аты болады. Кім ол? Ой, атын айтсам танисың ба? Танымасам да сен атымен айтсай, атымен, затымен айт. Бұл анекдот қой. Анық қанығымен айт, мақыма. Мен тарихшымын. Мен анық қанығымен айтқанын жақсы көремін. Мақал, Бисен деген шал. Ал айт енді ары қарай. Иә. Бытшын шығардыңыз ғой, басталмай жатыр. Бош, кәні. Бір Бисен деген шал болған ғой, бір күні. Бір күні, тұратыр, сен бір күні деп мені алдамай-ақ қой. Бисен деген шал, оның фамилиясы кім? Не қылған шал ол? Фамилиясын айтсам танисыз ба? Танымасам да сен фактімен айтсай, фактімен. Пәленше түген шейіп деген ақсақал деп айтма болмаса. Қошқарбаев ал. Қошқарбаев, әкесінің аты кім? Амантай ал. Ал сөйтіп айт ал. Амантай ол Қошқарбаев деген Бисен деген шал деп айтканы. Құтты өзіңіз ол шалға да сабақ берген адам ұқсап сөйлеп тұрсыз ғой? Айналай, мен фактімен тыңдаймын. Мақұл ал. Давай. Бір күні енді не қылмаңыз, е? Айтал. Қошқарбаев Бисен Амантайыл деген шал болған ғой, баяғыда. Сөйтіп бір күні асында тұрыпты да, неге балыққа барайын деген ғой, өзінше асында тұрыпты да. Тұра тұр. Қай жаққа бара жатыр балыққа? Өзенге бара жатыр ма? Көлге бара жатыр ма? Анық қанығымен айтсайын алайын. Қай өзен екен, мен қайдан білемін? Сен білмесең оны неғып сол шал? Білмесең неге айтасың? Ал балқаш.
Балқашқа барды деп айт ал енді. Иә. Жаңағы шал Балқашқа балыққа барған ғой. Қандай шал? Ой, жаңағы Қошқарбай Бейсен Амантайұлы деген шал. Иә? Балыққа барған ғой. Қайда барған? Балқашқа. Қай жағалауына? Оң жағалауына ма, сол жағалауына ма? Ой, сол оң жағалауына барған. Содан оң жағалауына барғанда... Немен барған? Жаяу барған шығар. Ой, мен немен барғанда? Қармақпен барған ба, аумен барған ба? Айтсай солай. Қармақпен барған. Жаңағы шал. Кім? Кім еді? Қошқарбай Бейсен Амантайұлы деген шал. Иә. Бір күні азана тұрып Балқаштың оң жақ жағалауына барып, содан жаңа... Өзі не айтып жатыр емен өзі? Анекдот айтып жатсың? Анекдот ба? Иә. Бәсі, қалай сабақ айтып кеттім деп қалдым ғой өзім ойлап. Таң алып қалып. Анекдот. Қармақпен барған. Иә. Қармақпен барып Балқашқа құрған ғой. Қармақ салған ғой Балқашқа барып. Бір демалайын деп. Тоқта. Қармақтың басына не ілді? Шыбын ілді ма, нән ілді ма, жүгерінің дән ілді ма, әлде құрт ілді ма, не ілді? Дәуіт ілді. Дәуіт айтын. Солай айтын. Жап-жасыл бір дәуітті ілген. Сөйтіп салған суға. Кім салған? Жаңағы шал. Қандай шал? Ой, Қошқарбай Бейсен Амантайұлы деген шал. Иә? Сол ілген басына. Ненің басына? Қармақтың. Олда қаңғымайтын күн балыққа барып ошалды таңын. Жоқ, енді айтсайсың. Үйінде жатпай ма? Айдың күн аманды балыққа қаңғып. Бала шаға жоқ бөкен асырайтын таңын. Сен не айтып кеттің өзің? Не айтып тұрсың? Сен маған анекдот айтам дегенсің. Не айтып жатсың? Жаңағы ма? Иә, ой. Сізде бытшын шығардыңыз ғой анекдоттың. Енді айтсайшы енді. Өміріңде анекдот естімеген адам ұқсап. Нақтылап айтсай, тақ еткізіп. Бәсін не ешқандай мұғалімсізбен араласпайды десем, осындай екенсіз ғой. Сен менде шаруаң болмасын. Сен анекдотыңды айт. Балыққа сөйтіп алтын балық ұстап апты. Жаңағы. Кім? Бейсен Қошқарбаев Амантайұлы деген ата бар ғой, шал. Иә. Сол жаңа қармағымен дәуітке салып, Балқаштың оң жағалауында алтын балық ұстап апты. Алтын балық? Иә. Пробасы қандай? Пробасы қандай дейм алтынның? Алтынның пробасы болады. Турецкий, российский деп жатады. Дубайский бөлінеді ғой неше түрлі. 585, 583 қандай проба? Сізге Балқаш көлі ломбард па? Енді маған анық қандығымен жұрыстап айтсайшы. 585 ал. 585. Иә. Пробасы 585. Сөздің кейін алтын балық жалынған ғой шалға. Мен жібере сал. Мен саған зәулім үй, джип мінгізем, бүкіл жағдайын жасайым, самолет әперем, не армаң бар, көп ақша берем, деген ғой шалға. Иә. Сонда да апарып жеп қойыпты ананы. Жаңағы. Шекелей ма? Ой, жоқ. Уқас деп ішіп қойыпты. Суға қайнатып, уқас деп ішкен. Қуырып жеген десем, қандай шемішке майдың деп тұрсың ғой, Уқас деп қуырып жеген жаңа. Болды ма енді бұның қай жеріне күледі адам? Күлетін жер енді ғой. Айтса енді соны. Сөйтсе шалдың құлағы естімей деген. Сен тоқта. Сен біреудің науқасына күлме, түсіндің ба? Сен былай қыл, ол шалдың құлағы неге естімейді? Суық тиген ба? Әлде бала күннен естімей ма? Черепной давление ма? Не ол? Неден болған ол? Туапытты естімейді. Туапытты естімейді. Давление десем, нешеге көтерілді дейін деп тұрсың ғой? Туылғаннан естімейді үшін құлағы. Жоқ, енді бұның қай жеріне күледі? Біреудің құлағы естімегеніне күлуің керек па мен? Өт емес болды. Тым түсінбейді екенсіз сізді. Мен сіздің сабағыңызды қалай түсінбесем, сіз анекдотым солай түсінбей тұрсызға. Мына жаңағы балық бүкіл арманымды орындайын десе де жеп қойған ғой. Сөйтсе құлақ естімейді ғой. Ну что? Сіз былайыңызшы, бұны ше, анекдот деген негізі қысқа қылып айтады, дейсіз. Сол кезде күледі адам, білесің ба? Қысқа қылып айтады, қысқа. Қысқа нұсқа қайтан айтты? Қысқа нұсқа қылып айтамын. Сіз үндемей тұрыңызшы, мақұл? Үндемей тұрыңыз. Мен қысқа қылып айтамын. Сол кезде күлесіз, қызық негізі, бұл қызық бұл. Енді күлдірсе, енді қызық болса айтайын. Бір күн бір шал болған ғой. Кім? Шал ше? Жоқ, атын айтсайшы. Екі қояса ше.
Не істеп жатсыңдар? Мынау Не мынау? келіп алып Бауыржан жіберді деп не қыл дейді Құдай ау. Ешекпен сүйреп. осы мен бітіртпей жүрген сабағымды осы. Айтыңызшы баға қой деп. Бір мия шаған шалды. Бол, жұмыстан шықтың сен. Сөз айтып отқаныңыз рас па? Рас. Онда ана өмірім университет бітірмейді екен онда. Бітірмейді, болды, жұмыс жоқ қойған. Бітіргенде жұмыс жоқ қой, университет. Бәріміз бітіре берсек не істейміз сонда? Кім сантехник болады? Иә. Кім электрик болады? Иә. Бүгіннен бастап электрик боласың. Мен ба? Машинаны жөндейсің. Зато клиенттердің бәрі өзгеріп тұрады. Оныңыз жақсы екен. Әйтеуір бір жұмыс берсеңіз болды ғой. Жұмыс бар. Рахмет. Сосын шоферім боласың. Бір анекдот айтып берейін ба? Айт. Біреу шал алтын балық ұстап алған ғой. Сөйтсе арманыңды орындайын депті. Сөйтсе шал жеп қойыпты. Оказывается, құлақ естімейді екен. Қызық, айтып берген анекдот екен.